Қазақстандық баққа пікір білдіруден үзілді кесілді бас тартқан Бишімбаевтың әке-шешесі ресейлік блогерді жалдағаны рас па? Вы все-таки вызвали нас на этот разговор, мы. Устали вы совсем. Тергеу соты аяқталған тұста сотталушы Байжановқа тағылған айып неге аяқ астынан ауысып кетті? Байлар әрқашан дұрыс, заң біздің жағымызда. Бишімбаевқа тағылған айыптар да алдағы уақытта өзгеріп, экс-министр жеңіл жазамен құтылып кетпей ме? Аса ауыр қылмыстық санаттан шыққандықтан оған мен айта алмаймын. Бишімбаевтың әке-шешесі марқұм келіндерін жамандау арқылы нені өзгертпекші? Мүмкін халық түсіністік танытар еді. Қанша кінәлі болса да, кінәсі жоқ деуге айтуға дайын тұрады. Қайырлы күн, қазақ айранның құрметті көрермендері. Бір өзі бүкіл елдің жүйкесіне салмақ түсіріп, қоғамды әуреге салған Бишімбаевтың хикаяға толы сотынан тағы да ақпараттар береміз. Әрбір сот отырысы тосын оқиғалармен жалғасып келе жатқан шулы іс аяқталуға жақындағанда тағы не құбылып кетті. Сергелденге түсірген соттың созылуының астарында не жатыр? Бишімбаевтың әке-шешесі қамаудағы ұлын ақтап алу үшін ресейлік блогерді жалдап алғаны рас па? Сот тергеу аяқталар тұста ресейлік журналистер мен блогерлер кезек-кезек келуін қояр емес. Отандық бақ өкілдерінен қашқақтаған Альмира Нұрлыбекова ресейлік танымал блогер Наталья Грейске сұхбат берді. Тіптен сот кезінде де көрінбеген қуандықтың әкесі Уалихан ұлын ақтап, марқұм келін қаралап, халықтың жүйкесіне тағы да салмақ салып қойды. 1 миллионға жуық оқырманы бар қызметі қымбат Грейс Мәскеуден Астанаға бүкіл командасымен келіп, аккредитациядан өтпесе де сотқа қатысып кетті. Қамаудағы Бишімбаевтың әке-шешесі ресейлік блогерге ақтарыла сөйлеп, қайғыдан әлі ес жия алмаған құдаларын өлердей жамандады. 2 часа ночи мне звонит Айпек, материт меня. Айпек это кто? Это вот брат Салтанат звонит мне, материт Айпек. меня. Да, ночью материт меня. Мне говорит, вот я вот держу твою внучку, вот где Салтанат? Здесь казахская народная мудрость. Умная жена тянет своего мужа с порога на почетное место. Глупая жена с почетного места тянет своего мужа к порогу. Өзгені жамандап, өздерін ақтау Бишімбаевтардың қанына сіңген әдет пе? Қамаудағы қуандықтың әкесіне сенсек, әйел затына қол көтеру Бишімбаевтардың жанұясына жат. Айтуларынша, ұлдары да арамдықтан ада, жамандықтан таза. Олай болса, әулетке келген келіндерін кезек-кезек ұра беретін қатыгездік оларға қайдан жұқты? Я в течение 5-6 часов видела, как она его оскорбляла, как она унижала его мужское достоинство. Вот он несколько раз говорил, что вот именно в каких-то таких вот ссорах, в такие моменты почему-то она всегда вытаскивала вот эти свои старые отношения. Я думаю, что каждому мужчине слышать это больно и невыносимо. Вот это вот именно в такие моменты вот она начинает агрессировать, и вот это вот все говорит. Я не выгораживаю его сына. Я понимаю, что он тоже неправ был во многом. Но тем не менее, задевать мужское достоинство, этого нельзя делать женщинам. Если ты его любишь, если ты хочешь жить с ним, если ты хочешь с ним строить семью, то ты не должна оскорблять мужа. Ты не должна материться. Ты не должна на него кричать. Я даже однажды Салтанат сказал, какое ты имеешь право на него кричать и материться. Тергеу соты аяқталып, мемлекеттік айыптаушылар Бишімбаевқа берер жазаны жариялар тұста Байжановқа тағылған айып аяқ астынан өзгерді де кетті. Сот созылды. Есесіне Бишімбаевтар әулетінің баласын ақтар ақпараттар жиеледі. Байжановқа тағылған айыптың ауысып кеткені секілді ертеңгі күні Бишімбаевтың бабы да басқаша болып кетпесіне кім кепіл? Күллі әлем көріп отырған ауыр қылмысты мойындаудан үзілді кесілді бас тартқан экс-министр қанша жылға сотталып кетуі мүмкін. Ресейдің өзінде жалдамалы әрекеттермен аты шыққан блогердің Астанадағы сотқа келуінің астарында не жатыр? Бишімбаевтар әулетінің жоспары қандай? Бұл мәселелер жайында сарапшылар мен заңгерлердің пікірін білген едік.
Ертең Бишимбаевқа қатысты прокурорлардан Байжановтың айыбы сияқты сюрприз көрмейміз бе? Экс-министрдің баптары өзгеріп, жеңіл жазамен құтылып кету ықтимал ма? Билік дәл осы Бишимбаевты ақтап алғысы келсе, дәл осылай ашық сот өткізбес еді. Тіпті өздеріңіз көріп отырғандай соңғы тергеу амалдарында, сот тергеу амалдарында соттағы жаңағы ұялы телефонындағы айғақтық заттарды ашып көрсетті, оның ішіндегі өзіне қатысты видеолардың, ол ойлаған жоқ, өзі сондай видеосы бар екенін, бірақ соңғы видеолары ол өзіне орғазып алды. Бұл енді жаңағы өзінің бұл қылмысты жасағанын дәлелдеп берді. Істе барлық дәлелдемелер жеткілікті. Яғни адамның өлім фактісі бойынша дәлел жеткілікті. Сарапшы өзінің қорытындысын беріп отыр. Сот барысында да сарапшыдан да сұралды. Ол да жаңағы өлімнің қандай жағдайда адам қайтыс болғанын бәрін егжей-тегжей айтып жатыр. Сондықтан бұл жерде осыншама дәлел бола тұра, тең бөле бұл жаңағы халықтың алдында ашық түрде болып жатқаннан кейін, оның үстіне бұл резонанс іс болғаннан кейін, соттың тарапынан бұрмалаушылық жасамайды деп мен өзім ойлаймын. Өйткені барлық дәлел жеткілікті болғаннан кейін. Егер де ол сот ол өзінің үкімін басқалай өзгертіп, басқа баптан басқа бапқа ауыстыратындай ондай жағдай болатын болса, бұл жерде жаңа апелляциялық саты деген бар, жоғарғы сот деген бар, барлығы көріп отыр бұл істі. Сондықтан барлық органдар алдымызда бар. Сондықтан ол сотта мен ойлаймын, өзінің енді ісін білетін маман болатын болса, бұрмалаушылық жасамайды деп. Бишимбаев қанша жылға сотталуы мүмкін? Ескі Қазақстанда жеңіл жазамен құтылып кетуі мүмкін еді. Ал бірақ жаңа Қазақстанда 20 жылдан жоғары береді деп ойлаймын. Себебі жаңағыдай адам өлтіру, оны жасырып қалғысы келіп, оның айғақтық заттардың барлығын жою. Жаңағы айтып жатыр ғой, ол жерде салтанаттың ешқандай ізі табылған жоқ. Жаңағы киім-кешектер, қанға боялған көйлектерінің барлығы іске қосылмады деп, себебі оның барлығы жойылған деп. Ол деген өзінің жасаған қылмысын жасыру, яғни айғақтық заттарды жойғаннан кейін басқа да тәсілдермен өзінің жасаған қылмысын жасыру мақсатында жасады деген ойдамын. Сол себепті ол айғақтық заттарды жоюға тырысты. Сол себепті ол кісіге алдағы уақытта сот және сотқа қатысып жатқан қазір біздің жалғыз судья шешеді деп айтпаймыз ғой бұл жерде. Алқабилер де бар, алқабилері 20 жылдан жоғары береді деген ойдамын. Егер сот Бишимбаевты тағылған баптар бойынша соттаса, сосын экс-министр рақымшылықпен болмаса мерзімнен бұрын бостандыққа шығуы мүмкін бе? Бұл жерде бұл бап рақымшылыққа келмейді, біріншіден. Бұл өте ауыр бап, адам өлтіру, оның ішінде қатыгездікпен өлтіру және оны жасырып қалу, бұл рақымшылыққа ілінбейтін бап болып келеді негізі. Бұл енді амнистияға ілінеді деп мен айта алмаймын. Өйткені бұл аса ауыр қылмыстың санатына жатқандықтан, оған мен айта алмаймын. Онда амнистияға беріледі деп. Қазір сот процесінің созылуын байқап отырмыз. Байжановқа жаңа айып тағылды. Жалпы сот процесінің созылуы кімге тиімді деп ойлайсыз? Бұл енді бүткіл әлеуметтік желіде ашық түрде болып болғандықтан, яғни резонансный іс болғандықтан, бұл объективіне қаралуға жатады. Яғни жан-жақты іс тергелу керек. Яғни қазір уақытта сот тергеу жүріп жатыр ғой. Сот тергеу жүрген кезде міндетті түрде жан-жақты объективный куәлар болсын, жәбірленушілер болсын, жаңағы басқа да адамдар болсын, барлығынан жауап толыққанды алу керек. Өйткені бұл уже бүкіл халық қарап тұрғаннан кейін, оның үстіне бұл резонанс іс болғаннан кейін, міндетті түрде ертең сот үкім шығарған кезде де толыққанды куәлардың тергеу кезінде кімдерден жауап алынды, бұлардың барлығын сот тергеу кезінде де сондай қылып жауап алынады. Сондықтан ол мына істің созылып жатқаны жауап алу болып жатыр. Одан кейін куәлардың жауабы, басқа да сотталушының жауабы, жаңадан тағы айтылып жатқан мәселелер туындайды сот барысында. Сол кезде тағы да қосымша куәлар алдырады деген сияқты әртүрлі жағдайларға байланысты іс созылады.
ол енді ол заңдылығы өзінің. Өйткені біз атүсті адам тағдырын атүсті қарай алмайды ғой. Сол үшін оның барлығы солай тергеу солай жүреді. Бұл істің өздеріңіз білесіздер, сотқа қалай өтті, бір айдың ішінде не деген жылдамдықпен күнде сот болып жатыр. Оны тіпті азаматтарымыз сериал көргендей көріп отырды. Бұл үрдісті біз бүкіл Қазақстанға қалыптастыруымыз керек. Қайта біз қуануымыз керек. Соттардың осылай ашық, әрбір детальға жіті қарап жатқанына біз қайта қуануымыз керек. Бишимбаевтың әке-шешесі ресейлік блогерлерді баласын ақтап алу үшін араластырғанын көріп отырмыз. Марқұм келінін қаралап, ұлын мақтап, сонда олардың мақсаты қандай деп ойлайсыз? Енді қараңызшы, не ексең, соны орасың дейді ғой. Өздері 30 жыл бойы осы жүйені құрды. Енді халықтың алдында бет жоқ. Халықтың ашу ызасын көріп отыр. Яғни өзінің халқынан кешірім сұраудың орнына жаңағы өзінің осы уақытқа дейін осы жүйені құруға мұрындық болған азаматтың қылмысын өзге адамдармен барып ақтап алу, енді бұл одан сайын адамның наразылығын тудырады да, халықтың наразылығын тудырып жатыр да, одан сайын. Қайта мен басында айтқан едім, бірден егерде Бишимбаев сол жерде мен абайсыздықта болды деп кешірім сұрап, халқым кешір дегенде, мүмкін халық түсіністік танытар еді. Ал бірақ бізде жаңағыдай байлардікі әрқашан дұрыс деген принцип бар бұларда. Байлар әрқашан дұрыс, заң біздің жағымызда. Бізде 30 жыл бойы біз мойындауымыз керек. Біздің конституциямызда, оның ішінде қылмыстық кодексімізде байларға арналап жазылған. Өздері жаңағыдай блокнот қылып алған ғой. Өзгерткісі келсе, өздеріне қарай өзгерте салады. Жаңағыдай бұл дәл осы Бишимбаевтың ісіне алатын болсақ, мысалы, коррупциямен сотталады 10 жылға, бірақ 1 жылдан кейін рақымшылыққа ілініп шыға келеді. Яғни заң осы бізде байларға жұмыс істеп келді. Сол себептен өздерінің құрап алған жүйесі енді өздеріне жаңағыдай қарсы келіп жатыр да. Амал жоқтан шетелден көмек сұрауға тура келіп тұр. Енді бұрынғыдай халық қараңғы емес. Бұрын қандай еді халық? Халыққа не айтса, мысалы, халық соны жұтып отыра беретін еді. Ал қазір Аллаға шүкір, халық құқықтық сауаттанып жатыр. Осындай ашық соттардың арқасында халық сауаттанады. Соттардың мысалы қазірдің өзіне өте ұзақ өтіп жатыр деп жаңа халық возмущение, жаңағыдай өздерінің ашу ызаларын өздерін жазып жатыр ғой. Неге осыншама ұзақ болып жатыр сот деп. Себебіне халықтың көбісі енді сотқа дейін бармаған, тіпті арыз жазуды полиция департаментіне бармаған азаматтар бар да, мысалы учаскелік полицейіне дейін енді заңмен тікелей келмеген. Енді осының барлығы халықты құқықтық сауаттандырып жатыр. Бұның да біз жақсы жағынан қарау керекпіз. Енді ол енді түсінікті жағдай ғой. Ата-ана өзінің баласын қанша кінәлі болса да, кінәсі жоқ деуге айтуға дайын тұрады. Өйткені ол қанша дегенмен де баласы болғаннан кейін. Ол баласы да айтып жатыр, мен абайсызда болған жағдай, мен әдейі өлтірем деген ойым болған жоқ. Мен сол жаңағы ұрған кезде құлап кетіп, содан қайтыс болып жатыр деп айтып жатыр ғой енді. Бұл енді сотталушының өзінің сөзі ғой, ол енді айта береді, ол өзінің жаңағы жазадан құтылып кету үшін, жауапкершіліктен құтылу үшін деген сияқты. Сол сөзін ата-анасы, шынында да мен балам ондай адам өлтіретін ниеті болмаған, ол жаңағыдай абайсызда болған жағдай, ерлі-зайыптардың жанжалының арасында ұрған кезде, шапалақтың ұрған кезде құлап кетіп, қарақұс жарылып, содан өлген деген сияқты келтіреді. Сол қазір мына Бишимбаевтың енді өзінің осындай жауапкершілік болу үшін айтып отқан сөзі. Бірақ ол сараптаманың қорытындысымен бәрі дәлелденіп тұр ғой, оның кінәсі бәрі. Қаншама куәлар бар ол жерде, қалай жасалған барлығы көрінген, бейнетаспалардың бәрін көрініп отыр. Ол жерде оның жаңағы бұлтартпайтын жаңағы айғақтардың бәрі жеткілікті бар ғой. Сондықтан оның барлығы жауапкершіліктен құтылудың, жаңағы жазасын жеңілдетудің бір жасап жатқан құйтырқы әрекеті деп айтуға болады.
Енді ата анасы енді ол баласының айтуына қарай соған қарай міне балам жазықсыз жаңағы тағылған айып адам өлтірген ол мойындап отыр, бірақ мен қасақана мен істеп отыр да, қасақана өлтірген жоқпын, мен жаңағы абайсыздан болған деп дейді. Енді оны енді білмеймін, енді ол өзінің жаңағы құқығы қалай деп айтысы келеді, соттаушының өзінің еркі. Ол енді расында оны тергеу органдарының жаңағы іс материалда дәлелі жеткілікті айтылып отыр. Сондықтан енді мен оның барлығын сот өз баға береді. Жаға ұстатар жан түршіктірер жайттармен аты жайылған Бишімбаевтың сот сериясы тағы қанша уақытқа созыларын дөп басып қазір ешкімде айта алмас. Шетелдік тағы қандай блогер мен танымал адамдардың келетіні де белгісіз. Сіздер Қазақ Айранының YouTube арнасын көріңіздер. Өзекті мәселелер жайлы ақпаратты білгіңіз келсе, бізге жазуды ұмытпаңыз. Аса бай қуатты өмір сүрген Бишімбаевтар әулетінің ұстанымдары мен әрекеттерінен нені ұғуға болады? Осы жағдайға жеткізген ескі жүйе ме, әлде ата-ананың байлығы ма? Видеоның астында пікірлеріңізді қалдырып, лайк басыңыздар. Аман болайық. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұнындағы Каспи Patreon сілтемелері арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істеп үлгергендерге алғысымыз шексіз, бұл маңызды.